Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын, бір жасағаннан шығатын кестелі құймақтардың рецептін ұсынатын боламын. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Және видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге бөлме температурасындағы айран қажет болады. Айранға ас содасын салып, жақсылап, қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Біздің айранымыз 2 есе ұлғайып осылай көпіршиді. Енді үстіне 2 жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқада бөлме температурасында жылы болғаны дұрыс. Содан соң үстіне 3 ас қасықтың көмегімен қантымызды салып аламыз. Және 2 ас қасықпен сұйық майымызды құйып аламыз. Барлығын жақсылап, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді осы массаның үстіне алдын ала електен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнымыздың барлығын бірден қоса салмаймыз. 2 немесе 3 бөлікке бөліп, осылай жақсылап, венчиктің көмегімен жақсылап, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Құрамын толықтай описание бөліміне қалдырамын, төменнен қарасаңыздар болады. Мінеки бізде барлығын араластырып алдық. Осындай қоймалжың қою массамыз дайын болды. Енді осы массаның үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырамыз, сонда біздің арасында ешқандай іртік қалмайды. Мінеки бізде осындай сұйық массамыз дайын болды. Енді осы сұйық массамызды қызып тұрған табаға ожаумен құя отырып, жақсылап осылай блинчиктарымызды пісіріп аламыз. Міндетті түрде отты қатты отқа қойыңыздар, сол кезде біздің блинчиктарымыздың арасы ажурный болып шығатын болады. 2 бетін аудара отырып, осылай қызарғанша барлығын пісіріп алатын боламыз. Жасалуы өте оңай, құрамы да үйдегі бар заттардан тұрады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қазақша контентті қолдап, лайк басып, және өздеріңіздің достарыңызбен WhatsApp желісінде бөлісіп отырсаңыздар болады. Мінеки біздің осымен блиниларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады және бір жасағаннан шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.